1947 жылдың 24 қазаны түнгі сағат 3:14. Колыма ерекше режимдегі өлімге кесілгендердің түзеу еңбек лагері. Адам денелерінің бірімге тығыздығы барлық ойға қонымды санитарлық нормалардан асып кеткен 9-шы баракта орнаған тыныштық сондай, бұрышта қатып қалған етікті кеміріп жатқан егеу құйрықтың сыбдыры естіліп тұрды. Осы тыныштықты тісті қамайтын өткірде біркелкі дыбыс тіліп түсті. Металдың бетонға тиген үні. Вжик, 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 вжик. Барактың ортасында, лас дәкемен оралған жалғыз шамның солғын жарығы астында, арқасында нөмірі бар, май сіңген телпек киген адам тізе бүгіп отырды. Николай Арсентьев, бұрынғы медицина профессоры, ал қазір 58-ші баппен сотталған халық жауы, зона заңдары бойынша дереу өлім жазасына әкелетін әрекет жасап жатты. Ол мойка қайрап отырды. Бірақ бұл есеп айырысуға арналған кәдімгі лагер пышағы емес еді. Оның қолында арзан қорытпадан жасалған стандартты болат ас қасық болды. Ол қасықтың сабын кертілген цемент еденге бар күшімен басып жанып жатты. Оның артында 3 адам тұрды. Паханның жеке жендеттері, торпедалар, қолдары өмір сақтауға емес, пышақ сабына үйренген кәсіби өлтірушілер. Олардың көзінде ешқандай аяушылық жоқ, тек салқын күту ғана бар. Олардың әрқайсысы қолын қалтасына салған, ол жерде қолдан жасалған үшкір темір сезіледі. Егер Арсентьевтің қолы дірілдесе, егер ол қателік жіберсе, немесе оның жоспары жай ғана өлім алдында сандырақ болып шықса, ол таңға дейін өмір сүрмейді. Оның артындағы қатқыл тақтайларда ес-түссіз жатқан адамның жүрегі тоқтаған сәтте ақ оның көзін жояды. Онда уақыттан қарайған тақтай үстінде бүкіл Колыманы қорқынышта ұстаған бурыл шашты адам ес-түссіз дөңбекшіп жатыр еді. Оның әдетте шикі топырақ түстес жүзі қазір қорқынышта ақ болып, балауыз реңге енген. Седойдың іші кеуіп, дабыл сияқты қатып қалған күмбезге айналған. Гангренозды аппендицит кері санақты бастап жіберген механизм. Әр секунд сайын оның құрсақ қуысында ірің жиналып, жарылуға және ішкі мүшелерді өлімші умен толтыруға дайын тұрды. Осыдан жарты сағат бұрын жүгіріп келген қорыққан шалағай лагер фельдшері Седойға бір қарап, есікке қарай шегіне берді. Ол аспаптардың жоқ екенін түсінді. Санчастегі ота жасайтын бөлме 3 құлыпқа жабылған. Кілттері өз кентінде мас болып жатқан режим бастығында. Мұндай жағдайда паханды кесу, өзіңе өлім үкімін шығару деген сөз. Фельдшер қорқақтықты таңдады, Арсентьев ессіздікті таңдады. Қасықтың сабы оның саусақтарының астында ысып бара жатты. Ол болаттың иіліп, бетонның артық микрон металдарды жеп кесетін жүз қалыптастырып жатқанын сезді. Арсентьев торпедаларға қараған жоқ, ол металға қарады. Ол үшін қазір Колымада, мұнарадағы күзетте, осы бараққа әрден сіңіп кеткен өлім иісі де жоқ еді. Тек үйкеліс физикасымен қайрау бұрышы ғана бар еді. Ол бұл қасықтың болаты төмен көміртекті екенін, оның жүзді нашар ұстайтынын білді, бірақ егер жүзін 15 бұрышпен шығарса, ол терімен апоневрозды тіліп өте алады. Бұл бір ғана кесу болады. Екінші рет бұл ұстара жұмыс істемейді. Онда жайылған перитониттің қайтымсыз процесі басталғанға дейін тура 20 минут уақыты қалды. Ас үй құралын хирургиялық ланцетке айналдыру үшін 20 минут. Бұл барлық медициналық қағидаларға, салауатты ойға және лагер жарғысына қарсы қылмыс еді. Бірақ Арсентьевтің әлемінде жарғының маңыздылығын жоғалтқанына көп болған. Тек миллиметрлеп, ұстарадай өткір болып бара жатқан болат қана маңызды еді. Бірақ ұлы хирургтың қолдары қалайша Колыманың лас еденде қалғанын түсіну үшін, кішкентай Коля Арсентьев өмір мен өлімнің не екенін алғаш рет түсінген Еділ бойындағы тыныш қалашыққа 30 жыл артқа оралу керек. Николай 1908 жылы земство дәрігерінің отбасында дүниеге келген. Оның әкесі Павел Сергеевич ескі мектептің адамы еді. Ол ұлын өзімен бірге шалғай ауылдардағы шақыртуларға апаратын, онда Николай бәрін көрді. Моншадағы босанудан бастап, шаруалардың ағаш кесетін орындарда алған сұмдық жарақаттарына дейін. Әкесі оның санасына құйған басты ереже қарапайым еді. Дәрігер латын тілін білетін адам емес, ағзаның құрылымын тері арқылы көретін адам. Сен тәннің бүлкілін навигатор өзен тереңдігін сезгендей сезуің керек. Соғысқа дейінгі Арсентьев кеңес медицинасының жарқыраған жұлдызы еді.
35 жасында ол профессор болып, Мәскеудің жетекші институттарының бірінде оперативті хирургия кафедрасын басқарды. Әріптестері Арсентьевтің бірегей дарыны бар екенін айтатын. Ол басқа хирургтер соқыр сезіммен әрекет ететін жерде тамырлардың соғысын еститін. Оның қолдары жоғары дәлдіктегі аспап еді. Ол шоғырлануын жоғалтпай, ұсақталған буындарды қалпына келтіріп, және ең жіңішке жүйке ұштарын тігіп, қатарынан 12 сағат жұмыс істей алатын. Бірақ 1941 жылы елдің өмірі мен профессор Арсентьевтің өмірі дейін және кейінге бөлінді. Ол құнды маман ретінде бронға ие болса да, тылда қалмады. 41 жылдың қазанында Арсентьев өз еркімен майданға кетті. Оны Қызыл армияның шабуылдаушы, ал көбінесе шегінуші бөлімдерінің соңынан еретін далалық жылжымалы госпитальға жіберді. Дәл сонда қанға бөккен шатырларда керосин шамдарының жарығында ол өзінің нағыз академиясынан өтті. Арсентьев атқылау астында блиндаж төбесінен топырақ тура ашық жараларға түсіп жатқанда ота жасауды үйренді. Ол кімнің өмір сүретінін, ал кімді құтқару мүмкін емес екенін секундтар ішінде шешуді үйренді. Оны Құдайдан жаралған хирург деп атайтын, бірақ оның өзі Құдайға сенбейтін. Ол анатомияға және спирттің тазалығына сенетін. 44 жылға қарай оның есебінде мыңдаған құтқарылған өмірлер болды. Оның кеудесі ордендермен безендірілді, ал алдында академиктің жарқын мансабы күтіп тұрғанда еді. Апат 45 жылы жеңістен кейін болды. Арсентьев, тік мінезді және жасандылыққа төзбейтін адам, жараларды жазу туралы жалған мәліметтерге негізделген өзінің дарынсыз диссертациясын өткізбек болған медицина саласындағы жоғары лауазымды шенеунікпен қақтығысып қалды. Николай Павлович жай ғана рецензияға қол қоюдан бас тартқан жоқ. Ол ғылыми кеңесте жұмысты жария түрде талқандап, оны ғылыми зиянкестік деп атады. Ол заманда мұндай сөздер кешірілмейтін. 3 аптадан кейін оның артынан Воронов келді. Айыптау бір мезгілде стандартты әрі абсурдты еді. Лондондық әріптестерімен соғысқа дейінгі хат-хабарлары негізінде Ұлыбритания пайдасына тыңшылық жасау және қате емдеу арқылы партия басшылығын улау әрекеті. 58 бап 10 және 11 тармақтар. 10 жыл хат-хабар жазысу құқығынсыз түзеу еңбек лагерлері. Осылайша медицина профессоры Арсентьев Ш-212 жеке нөмірі бар зекке айналды. Оның Колымаға барар жолы ұзақ әрі азапты болды. Айдау түрмелеріндегі айлар, онда ол зиялы адамдардың бір үзімнан үшін адамдық кейпін жоғалтып, көлеңкеге айналғанын көрді. Бірақ Арсентьев аман қалды. Ол өзінің ерекше қабілетінің арқасында тірі қалды. Ол дәрігер болып қала берді. Тіпті шығысқа бара жатқан сасық тауар вагонында да ол камераластарын дизентериядан емдеп, буындарды орнына салып, соңғы сухарийін өзінен әлсіздермен бөлісті. Өлім лагеріне ол 46 жылы түсті. Бұл жерден ешкім қайтпайтын, уран кеніштері, 50 градустық аяздағы ағаш кесу және сыртқы әлемнен толық оқшаулану. Мұнда 2 заң үстемдік етті. Күзет заңы және блаттар заңы. Арсентьевті саяси тұтқын ретінде алғашқыда жалпы жұмыстарға жіберді. Қарлы тайгада 100 жылдық балқарағайларды құлату. Скальпель мен жібек жіпке үйренген қолдары енді балта сабымен 2 қолды араны қысты. Колыманың аязы ешкімді аямады. Саусақтарының терісі етіне дейін жарылып, тырнақтары тұрақты соққылар мен суықтан қарайып кетті. Ұлы хирург өз күндерін мыңдаған басқалар сияқты әкісе білген ортақ қабірде аяқтайтындай көрінді. Бірақ Арсентьевті кезінде әкесінің ұлын ауыл-ауылға апаруына себеп болған сол бір түйсігі құтқарды. Бірде ағаш кесу кезінде орта буынды беделділердің бірінің үстіне ағаш құлап, жіліншігін быт-шыт қылды, сүйектері сыртқа шығып кетті. Бригадир жараланған адамды ауыртпалық болмас үшін бауыздап тастамақ болды, бірақ Арсентьев алға шықты. Ол рұқсат сұрамады, жай ғана жақындап келіп, 2 бұтақты алды, жейдесінің бір шүберегін жыртып алып, таңғалған күзетшілердің көз алдында сондай шина жасады, нәтижесінде қан тоқтады, ал сүйектер орнына түсті. Осы оқиғадан кейін ол санчастке жұмысқа ауыстырылды, бірақ ресми емес. Құжат бойынша ол ағаш кесуде болып есептелді, бірақ іс жүзінде лагердің сынықшысына айналды. 47 жылға қарай Арсентьев Колыманы ішінен білді. Ол қорқыныштың адамдарды аштықтан да тез сындыратынын көрді. Ол блаттардың,
лагер әлемінің жоғарғы кастасының қарапайым жұмысшылар мен фраерларға шығын материалы ретінде қарайтынын көрді. Бірақ бұл тозақтың ішінде де бәрі құрметтейтін және қорқатын адам болды. Седой қылмыс әлемінің аңызы еді. Ол патша каторгалар мен сталиншіл лагерлерден өткен. Ол заңдағы ұрылардың ар-намыс кодексін білетін және оны ешқашан бұзбайтын. Дәл соның арқасында барактарда тәртіп сақталып, жаппай атуға әкеп соқтыруы мүмкін бассыздықтарға жол берілмейтін. Және дәл осы адам қазір қарапайым ауруханада 40 минутта емделетін қарапайым аурудан өле жаздап нарда жатты. 9-шы барактағы жағдай өте ауыр еді. Седой ауырсынуды осыдан 3 күн бұрын сезген, бірақ нағыз ұры ретінде шағымдануға үйренбеген. Ол өзі басылады деп ойлады, бұл жай ғана шіріген балыққа реакция шығар деп топшылады. 23 қазанның кешіне қарай ол есінен танып қалды. Оның торпедалары жағдайдың нашар екенін түсінгенде, фельдшерді сүйреп әкелді, бірақ ол Седойды көріп, тек шарасыздықтан қолын жайды. Перитонит деп кекештеніп сыбырлады фельдшер. Мұнда кесу керек, ал менде не құрал, не эфир жоқ. Ол таңға дейін шыдамайды. Егер мен оған тиісіп, ол үстел үстінде өліп кетсе, сендер менің өзімді соясыңдар. Сонда Арсентьев алға шықты. Ол паханды тексерді. Оның саусақтары мүйізденген терісі мен шрамдарына қарамастан бұрынғыдай жеңілдікпен әрекет етті. Ол ішін сипап көрді. Бұлшықеттердің тақтайдай қатаюы іріңді ісіктің жарылуға аз қалғанын білдірді. Менде 20 минут бар, деді Арсентьев, Хмурый лақап аты бар бас торпеданың көзіне қарап. Егер сендер қазір маған таза су, спирт немесе ең болмаса ең қою чефир тауып берсеңдер, және қасықты қайрауға мұрсат берсеңдер, мен оны құтқарамын. Профессор, неге басыңды тігіп отырғаныңды түсінесің бе? Хмурый Арсентьевтің тамағына үшкір темірді, заточка, тақады. Егер сен оны сойғаннан кейін Седой демалмаса, біз сені ұзақ бөлшектеп турап өлтіреміз. Аяғыңнан бастаймыз. Арсентьев тіпті кірпік қаққан жоқ. Егер мен мұны істемесем, ол 1 сағаттан соң өледі. Таңдаңдар. Хмурый жігіттеріне ишарат жасады. Бірі суға жүгірді, екіншісі ота жасалатын жерді азда болса жарықтандыру үшін қолдан жасалған шырақты үрлей бастады. Арсентьев еденге отырып, қасықты қайрай бастады. Вжик, 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 вжик. Бұл дыбыс өлім метрономына айналды. Барактағы сасық иіс сондай, қарапайым адамның жүрегі айнып кетереді. Жуылмаған денелердің, махорканың, шіріген ағаштың және тайып қалған гангренаның иісі. Бірақ Арсентьев мұны сезбеді. Ол Пироговтың анатомия атласын еске түсірді. Ол ойша тіндерді қабат-қабатымен бөліп жатты. Тері астындағы май қабаты, фасция, бұлшықеттер, ішпердесі. Басты қауіп қан кету. Кахер қысқыштарсыз, лигатурасыз ол қатты қан кетуді тоқтата алмайды. Демек кесу ірі тамырларды айналып өтіп, зергерлік дәлдікпен жасалуы тиіс. Қасықтың сабы біртіндеп жұқа, дерлік мөлдір жолаққа айналды. Арсентьев өткірлігін білегінде тексерді. Түктер қырылмады, бірақ тері жеңіл басудың өзінде тіліне бастады. Керемет емес. Үлкен хирургия үшін мінсіз емес, бірақ паханның өмірі үшін бұл жалғыз қару еді. Суды әкел деп бұйырды Арсентьев. Оған қайнаған суы бар қаңылтыр кружканы әкелді. Жанына қою, қарамайдай қап-қара чефирі бар қазанды қойды. Антисептиктер жоқ жағдайда шайдың құрамындағы илік заттар оның стерилдеуге деген соңғы үміті еді. Арсентьев қасықты алып, оны шырақтың жалынына тақады. Металл көгере бастады. Ол оның ұшы қызарғанша қыздырып, содан кейін бірден чефирі бар кружкаға батырды. Сорқылдаған дыбыс шығып, ауаға ащы бу көтерілді. Оның жейдесін шешіңдер. Арсентьевтің дауысы қолыма тозағында емес, бірінші медициналық институттың ота жасау бөлмесінде тұрғандай нық естілді. Шамдарды жақынырақ ұстаңдар және мен бастағанда қозғалып кетуші болмаңдар. Хмурый мен қалғандары айнала тұрды. Олардың жүздері шырақ жарығында көне грек трагедиясының маскаларына ұқсап кетті. Олар өлтіруге дайын еді, бірақ қазір кеше ғана құрт деп есептеген адамға бағынуға мәжбүр болды. Арсентьев нарға жақындады. Седой үзік-үзік, сырылмен дем алып жатты. Іші шегіне жете қатайған.
Профессор саусағымен Мак-Бурни нүктесін аппендикс бетке ең жақын келетін жерді белгіледі. Бұл классикалық кесу еді, бірақ бұған арналмаған құралмен жасалатын еді. Ол қасық скальпельді алды. Саусақтары сапқа үйреншікті қалыппен жатты. Сол сәтте Арсентьев бойында оғаш бір сабырлықты сезінді. Оның бүкіл өткен тәжірибесі, оқу жылдары, майданда құтқарылған өмірлері бәрі осы бір сәтке жинақталды. Ол қылмыс жасап жатқанын білді. Стерилдіктің барлық ережесін бұзып жатқанын білді. Бірақ ол сонымен бірге ауырсыну физиологиясы мен қабыну физикасын да білді. Оны иығынан ұстаңдар, деді ол ақырын. Егер ол қозғалып кетсе, мен оның ішегін тіліп жіберемін. Арсентьев қасықтың ұшымен паханның терісіне тиді. Тері ыстық, қабынған еді. Алғашқы басу. Болат тәнге кірді. Седой селк ете қалды. Оның кеудесінен тұншыққан ыңырсыған дыбыс шықты, бірақ торпедалар оны тақтайға басып жібермеді. Алғашқы қан көрінді, қою, қара қоңыр. Арсентьев оған мән бермеді. Ол кесуді нық жүргізіп, қабат-қабаттап құрсақ қабырғасына тереңдей берді. Барак іші одан сайын тынышталды. Тек адамдардың үзік-үзік тынысы мен нардың лас тақтайларына тамып жатқан қанның дыбысы ғана естілді. Хмурый Арсентьевтің қолына қорқынышпен қарады. Ол қолдан жасалған пышақтың астынан тіндердің қалай ашылып, қарапайым адамның көзінен жасырын нәрселердің қалай көрінетінін көрді. Ол үшін бұл сиқыр, қара дуа сияқты еді. Арсентьев үшін бұл металлмен және тәнмен жұмыс еді. Ол тері асты қабатын өтті. Енді бұлшық еттер. Ең жауапты сәт. Бұлшық еттерді кеспей, зақымдануды азайту үшін оларды ажырату керек еді. Бірақ мұқалған қасық мұны әсем жасауға мүмкіндік бермеді. Күш қолдануға тура келді. Арсентьев маңдайынан аққан тер көзін жауып бара жатқанын сезді. Маңдайымды сүрт, деді ол қасында өлі мен тірінің арасында тұрған фельдшерге. Ол дірілдеген қолымен лас сүлгіні профессордың бетіне басты. Содан соң іш пердесі көрінді. Ол қабынған, сұрғылт қабықпен жабылған еді. Арсентьев оның артында тұңғиық барын білетін. Егер ол қазір 1 миллиметрге мүлт кетсе, егер өлтірушілердің көз алдында қолы дірілдесе, Седой шоктан немесе іріңнің ішке бірден жайылуынан өледі. Ол соңғы, ең абайлап жасалатын кесуді жасады. Іш пердесі ақырын дыбыспен жарылды. Жарадан бірден лайлы, сасық сұйықтық шашырады. Хмурый мұрнын басып кейін шегінді. Бірақ Арсентьев тіпті селт етпеді. Ол соқыр ішекті іздеп, жараға 2 саусағын салды. Оның саусақтары жоғары дәлдіктегі датчиктер сияқты жұмыс істеді. Ол өсіндіні іздеді. Бар, деп сыбырлады ол. Өсінді қара түсті, сіңген, кез келген секундта жарылуға дайын жиіркенішті құртқа ұқсайтын. Ол жабысқақтармен қоршалған ішек ілмектеріне жабысып қалған еді. Бұл мүмкін болған жағдайлардың ең нашары еді. Клиника жағдайында бұл 2 сағаттық күрделі ота болар еді. Мұнда, баракта оның паханның жүрегі шыдағанша 5 минуты ғана бар еді. Арсентьев оны кесіп алу, істің жартысы ғана екенін түсінді. Инфекция әрі қарай кетпес үшін түбін, культя, тігу керек. Ал жіп жоқ еді. Дұрысы, медициналық жіп жоқ еді. Леска бер, деп айқайлады Арсентьев Хмурыйға. Сендерде парашют бауларынан жасалған балық аулайтын леска барын көргенмін. Тез. Хмурый леска іздеп жүгіргенде, Арсентьев қабынған мүшені саусақтармен ұстап тұрды. Оның ең кішкентай қысымнан жарылып кетуге дайын екенін сезді. Ол қазір 1000 шақырым айналада осы өлімді тоқтата алатын жалғыз адам екенін түсінді. Және ол мұны ас қасықпен балық аулайтын лесканың көмегімен жасап жатты. Бұл оның қылмысының шыңы еді. Ол заңды адамды құтқару үшін өмір заңын бұзды. Ол шеберліктің жағдайдан жоғары екенін дәлелдеу үшін өз мамандығын барактың ластығымен қорлады. Сол сәтте Арсентьев бұл түн оның зонадағы мәртебесін мәңгілікке өзгертетінін әлі білмеген еді. Ертең оның артынан жедел бөлімнен келетінін білмеді. Кез келген зектің арманы болған қамқорлық күтіп тұрғанын білмеді. Ол тек алдындағы қабынған тәнді көріп, қасықтың салқын болатын сезініп тұрды. Кесу жасалды, өсінді алынды. Алда ең қорқынышты сәт алып тастау және герметизациялау тұрды.
Арсентьев әкелінген қармақ бауды Леска алды, оны бәрінің көзінше чиферге салып қайнатып алған болатын. Колыманың қаталдығынан жарақаттанған оның қолдары түнде Мәскеудің ең үздік хирургына тән жеңілдікке ие болды. «Шамды түзу ұстаңыз» деп сыбырлады ол. «Қазір бәрі шешіледі». Арсентьев қазір медициналық практиканың шектен шыққан өмір сүру өнеріне айналатын көрінбейтін шекарадан өтіп бара жатқанын түсінді. Тіліктен суырып алған өсінді қорқынышты көрінді. Бұл ұзындығы 8 см шамасындағы, барынша сіңген, күрең, тіпті қара түсті түтікше еді. Медицинада бұл басталып келе жатқан гангрена белгілері бар аппендикс эмфиемасы деп аталады. Органның қабырғалары соншалықты жұқарғаннан ішіндегі ірің көрініп тұрды. Қолдың бір епсіз қозғалысы, немесе қолдан жасалған қасық ұстараның 1 мм артық басылуы паханның тірі қалу мүмкіндігін нөлге айналдырып, ішіндегіні құрсақ қуысына жайып жіберер еді. Мәселе тек кесуде емес, сонымен қатар немен тігуде болды. Хмури қабырғадағы жасырын жерден суырып алған қармақ бауы қатты, жуандығы 0,5 мм еді. Хирургтың қолында ол болат арқан сияқты сезілді. Арсентьев мұндай қармақ бауға кәдімгі иненің келмейтінін білді. Ол лагерь ұстаханасының жанындағы құрылыс қоқыстарының арасынан тапқан болат сымның сынығынан құралды алдын ала дайындап қойған. Сымның бір ұшын таспен жаншып, содан кейін егеудің, надфиль, сынығын пайдаланып, одан ине көзіне ұқсас тесік жасады. Ұшын барактың дәл баяғы бетон еденіне ине дәрежесіне жеткенше қайрады. Бұл Мәскеудегі кез келген профессорды қорқыныштан тітіркендіретін техникалық азғындық еді. Бірақ мұнда, Колымада, процестің физикасы Арсентьевтің жалғыз одақтасы болды. Соқыр ішектің қалдығын, культя, сенімді түрде бекіту үшін оған соқыр ішекке әлгіндей кесеттік тігіс салу керек еді. Ол қармақ баудың медициналық кеткут сияқты өздігінен сорылып кетпейтінін түсінді. Егер пахан осы түннен аман шықса, ол Седойдың денесінде дәнекер тінмен қапталып, мәңгілікке қалады. «Шамды дәл жараның үстінде ұста» деп сыбырлады Арсентьев фельдшерге. Ол аяғында әрең тұрды, бетін жабысқақ тер басып, қолы дірілдегеннен жарықтағы науқастың ішінде ойнақшып жүрді. «Егер жарық 1 сантиметрге болса да тайып кетсе, мен сенің саусақтарыңды осы қасықпен ақ кесіп тастаймын. Түсіндің бе?» Фельдшер тек сырылдаған дыбыс шығарды, бірақ жарық қозғалмай қалды. Арсентьев ең қауіпті бөлімге көшті. Ол аппендикстің негізін байлауы керек еді. Онда жібек жіп болмағандықтан, ол таза, барак жағдайында қаншалықты мүмкін болса, іш көйлектен жыртып алынған, алдын ала шәйнекте чифермен қайнатылған жұқа мата жолағын пайдаланды. Чифер бұл жай ғана шай емес. Бұл лагерь жағдайында антисептикті де, консервантты да алмастыратын илік заттардың, дубильные вещества, аса концентрацияланған ертіндісі. Илік қышқылдар тіндерді жиырып, ұсақ капиллярларды күйдіріп, қорғаныш қабықшасына ұқсас нәрсе түзді. Хирургтың саусақтары қан мен сарысулы сұйықтыққа толған тіліктің тар кеңістігінде жұмыс істеді. Ол тіндердің әрбір қозғалысын сезіп тұрды. Бұл оның әлі майданда жүргенде дамытқан металл мен тәннің сол бір ерекше түйсігігі. 42 жылы Ржев түбінде оған неміс минометтерінің атқылауы астында бұзылған жолмен зулап бара жатқан жүк көлігінің қорабында полковникке ота жасауға тура келген. Ол кезде де қалыпты жарық болмаған, ал операция үстелінің орнына снаряд жәшіктері болатын. Бірақ ол кезде ең болмаса скальпельдері мен қысқыштары бар еді. Ал мұнда оның жалғыз технологиялық артықшылығы, өткір ақылы мен қайралған ас қасықтың бір бөлігі ғана. Тері тілігі небәрі 6 см шамасында болды. Арсентьев ықтимал инфекция аймағын азайту үшін оны әдейі минималды етіп жасады. Ол қармақ бауды өсіндінің негізіне өткізіп, кесеттік тігісті қалыптастыра бастады. Сымнан жасалған ине ішектің тығыз қабырғасын өзіне тән құрғақ шытырлаған дыбыспен тесіп, ауыр өтіп жатты. Артында тұрған Хмури жұдырығын түйгені сондай, саусақ буындары ағарып кетті. Ол иненің бастығының тәніне қалай кіріп жатқанын көріп тұрды. Хирургтың әрбір қозғалысы оның өз жүзінде ауырсыну гримасасы болып көрініп жатты. «Қазір кесемін» деді Арсентьев ақырын. Бұл ең шешуші сәт еді. Ол қасықты алды. 15 бұрышпен қайралған саптың жиегі шам жарығымен жарық етті. Арсентьев аппендикстің негізін қысқышпен, дәлірек айтқанда, оның рөлін атқарып тұрған торпедалар механикалық шеберханадан әкелген кәдімгі атауызбен пассатиж қысты.
Атауыздың металы суық әрі дөрекі еді. Ол тіндерді зақымдады, бірақ басқа таңдау болмады. Қан тамырларын қыспаса, Седой 2 минуттың ішінде қаны таусылып өлер еді. Бір дәл есептелген қимыл. Қасықтың сабы өсіндінің тіндерінен өтіп кетті. Арсентьев металдың сарысулы қабықпен бұлшық ет қабатының қарсылығын қалай жеңгенін сезді. Өсінді бөлініп алынды. Енді ең қорқыныштысы. Қалдықты шектің ішіне батырып, қармақ бауды тартып байлау керек. Тарт деп бұйырды ол өзіне, қармақ баудың түйінін бекітіп жатып. Қармақ бау ішекті герметизациялап, тәнге батып кірді. Осы сәтте Седой түнде сілкініп қалды. Тамағынан терең ыңырсыған дыбыс шықты. Іш бұлшық еттері жиырылып, шек ілмектерін сыртқа тепті. Бұл критикалық сәт еді. Егер қазір ішек жарадан шығып кетсе, мұндай жағдайда оны қайта орнына салу мүмкін емес. «Ұстаңдар оны!» деп айқайлады Арсентьев. Үш дәу қылмыскер Седойды нарыға басып жабыла кетті. Арсентьев алақанымен ішкі мүшелерді ұстап тұрды, олардың жылуы мен тайғақ бетін сезді. Жүрегі алқымына тығылды, бірақ қолдары қозғалмай тұрды. Бұл ерік жігердің физиологияға қарсы шайқасы еді. Баяу дүйіндеп ол түйілудің, спазм, басылуын күтті де, тіндерді абайлап орнына салды. Қорытынды кезең жараны тігу. Мұнда іштегідей зергерлік дәлдік қажет емес еді, бірақ сенімділік керек болды. Арсентьев сол баяғы қармақ бауды пайдаланып, түйінді тігістер салды. Седойдың ішіндегі терісі көп жылғы қиындықтардан көңге айналған, ескі еді. Ол инеге шикі тердей қарсылық көрсетті. Профессор әрбір тесуге орасан зор физикалық күш жұмсады. Нәзік жұмысқа үйренген саусақтары енді күш түскеннен сыздап бара жатты, бірақ ол тоқтамады. Соңғы тігіс байланғанда Арсентьев ауыр тыныстап артқа шегінді. Оның жүзі боп-боз еді. Көзінің асты қарайып кеткен. Ол өз қолына қарады. Олар пақанның қою, тіпті қара түсті қанына шынтағына дейін малынған еді. Осы 20 минут ішінде әлемдегі ең маңызды хирургиялық құралға айналған қасық қан болып еденде жатты. Болды деді ол демін шығарып. Енді бәрі оның жүрегіне және сіздердің шифрлеріңіздің қаншалықты таза болғанына байланысты. Хмури нарыға жақындап, Седойға еңкейді. Ол ауыр, сырылдап, бірақ дем алып жатты. Маңдайынан тер шықты, бұл жағдайда бұл жақсы белгі еді. Шок басыла бастады. Организм терморегуляция механизмдерін іске қосты. Егер ол таңға дейін оянбаса, профессор, деп бастады Хмури, бірақ Арсентьев оның сөзін бөліп жіберді. Егер ол оянбаса, саған кімді бауыздасаң да бәрібір болады, өйткені Седойсыз сендерді бұл лагерде бір аптадан кейін ақ жеп қояды. Ал енді маған су бер, және мына ласты тазартыңдар. Арсентьев бұл түннің тек бас екенін түсінді. Лагер медицинасы бұл тек физиология емес, бұл саясат. Ертең таңертең бүкіл лагер саяси тұтқынның пақанның ішін ас қасықпен жарғанын білетін болады. Және бұл ақпарат әкімшілікке Седой көзін ашқаннан да тезірек жетеді. Ол ұмытуға тырысқан өткен өмірі оны тағы да қуып жетті. Мәскеуде, Пироговкадағы жайлы кабинетінде, әскери далалық хирургия бойынша еңбектерге толы қызыл ағаштан жасалған шкафтар тұратын. Снаряд сынығының қысымы айналадағы тіндердің некрозына қалай әсер ететінін сипаттай отырып, бұл еңбектерді өзі жазған. Ол жарылыс толқынының физикасын және оның жасуша мембранасына әсерін зерттеді. Ол ең жоғары деңгейдегі теоретик әрі практик болатын, бірақ оның бірде-бір ғылыми жұмысы оны бүгінгі жасаған ісіне дайындай алмаған еді. Ол 43-ші жылды Курскийінің еске түсірді. Содан кейін оған госпитальға жас артиллерия лейтенантын алып келген. Оның құрсақ қуысы ауыр жараланған, көптеген сынықтармен асқынған еді. Құрал сайман жетіспеді, дәрі-дәрмек таусылуға жақын болатын. Арсентьев сонда қираған аяқты шұғыл ампутациялау және сонымен бірге іштегі жараны тігу үшін дәнекерлеу лампасының жалынында зарарсыздандырылған кәдімгі ас үй пышағын пайдаланған. Ол лейтенант аман қалды. Операциядан кейін ол Арсентьевке гильзадан жасалған өз оттығын сыйлаған. Бұл оттықты Николайдан 45-ші жылы Лубянкадағы тінту кезінде тартып алған. Лубянкада оның тергеушісі, көзі бос капитан, оның операцияларының хаттамаларын оқып отырып ұзақ күлген.
Сіз, Арсентьев, өзіңізді алмастырылмайтын адаммын деп санайсыз ба? Деп сұрайтын ол профессордың бетіне түтін үрлеп. Сіздің алтын қолдарыңыз сізді жүйеден құтқарады деп ойлайсыз ба? Біздің елде алмастырылмайтын адам жоқ. Тек әлі мойындамағандар ғана бар. Арсентьев сонда үндемеген. Ол жүйенің гидравликалық пресс заңдары бойынша жұмыс істейтінін білді. Ол диалогқа түспейді. Ол құрылым бұзылғанша жай ғана баса береді. Ол ойлануына кедергі келтірген мына мағынасыз физикалық ауырсынуды тоқтату үшін ғана олардан талап етілгеннің бәріне қол қойды. Оның қолдары 3 айдың ішінде ағаш кесуде шіріп кетеді деп есептеп, оны колымаға айдады. Бірақ жүйе бір нәрсені ескермеді. Хирургия профессоры бұл тек дипломмен атақ емес. Бұл ерекше ақыл-ой қабаты. Бұл ресурстардың аса тапшылығы жағдайында жағдайды талдау қабілеті. Егер сенде скальпель болмаса, сен оны қасықтан жасайсың. Егер сенде антисептик болмаса, сен чиферді пайдаланасың. Егер сенде болашақ болмаса, сен оны дәл осы жерде, және қазір, лагердегі ең қауіпті адамның өмірін сақтап қалу арқылы өзің жасайсың. Таңғы сағат 4-ке таман барактың іші ондаған адамның тынысынан сәл жылынды, бірақ колыманың суығы қабырғадағы саңлаулардан бәрібір өтіп тұрды. Арсентьев саусақтарын Седойдың білегіне қойып қасында отырды. Пульс әлсіз, жіптей, бірақ ырғақты еді. Хирург қазір паханның организмінде ұлы шайқас жүріп жатқанын білді. Лейкоциттер инфекция қалдықтарына шабуыл жасауда. Бауыр токсиндерді өңдеуге тырысуда, ал жүйке жүйесі ауырсыну шогының салдарымен күресуде. Осы сәтте барактың есігі сықырлап ашылды. Босағада ауыр тон киген қадағалаушының сұлбасы көрінді. Қолында летучая мышь шамы бар. Сыртта боран олып, күзет мұнаралары мен тікенек сымдарды қар басып жатты. 9-да не қозғалыс? Деп айқайлады қадағалаушы темекі түтіннен көзін сығырайтып. Неге ұйықтамайсыңдар? Неге жарық жанып тұр? Хмури нарсынан баяу көтерілді. Оның қимылында өз аумағын жақсы білетін жыртқыштың сымбаты бар еді. Ол қадағалаушыға тым жақын келді. Ұйықтап жатырмыз, бастық, ұйықтап жатырмыз. Седойдың жағдайы нашарлап кетті. Міне, профессор оған қарап отыр. Өз жолыңмен жүре бер, адамның тыныш өлуіне кедергі жасама. Әдетте мылтықтың дүмін немесе етігін іске қосудан тайынбайтын қадағалаушы бұл жолы іркіліп қалды. Ол Седойдың кім екенін білетін. Ол егер пахан өлсе, лагерде мұнарадағы пулеметтерде баса алмайтын сондай бүлік басталатынын білетін. Және ол Хмурийдің сөзді босқа шығындамайтын адам екенін де білетін. Маған қараңдар деп күңкілдеді, қадағалаушы да есікті жапты. Арсентьев оны көзімен шығарып салды. Ол ертең әкімшіліктің рұқсатсыз ота туралы білетінін түсінді. Бұл ол үшін заңсыз медициналық қызметпен айналысқан үшін жаңа мерзімге немесе ең сорақысы, егер Седой түске дейін шыдамаса, паханды өлтіруге әрекет жасады деген айыпқа ұласуы мүмкін еді. Колымада заңның логикасы жиі теріс айналатын. Ол тағы да қасыққа қарады. Бұл жай ғана жаппай өндірістегі бұйым еді. 44 жылғы штамптау. Онда тіпті зауыттың таңбасы сақталған. Арсентьев бұл қасықтың өз өмірінде мыңдаған партия бос баландыны өткергенін, көз жасымен үмітсіздікті көргенін, ал енді құтқару құралына айналғанын ойлады. Металда мораль жоқ. Мораль тек оны бағыттайтын адамда ғана болады. Профессор Хмурий қасына тізерлеп отырды. Сен мынаны, сен істі тындырдың. Егер шал аман қалса, сен зонада королсың. Егер жоқ болса, мен сені өзім көмемін, бірақ қинамай. Батылдығың үшін сыйлаймын. Сен мыналардан, скрипачтардан, әлжуаздардан емессің. Арсентьев еріндерінің ұшымен ғана әрең езу тартты. Оны көптеген блатный нәзік қолдарымен интеллигенттік тегіне меңзеп скрипач деп атайтын. Бірақ бүгін ол өзінің музыкасы тіпті қасапшы да бас тартатын құралда ойналған аман қалу симфониясы екенін дәлелдеді. Ол операцияның егжей-тегжейін есіне түсіріп, басында қайта-қайта айналдыра бастады. Қармақ баудағы түйін жеткілікті берік болды ма? Қуыста ірің тамшысы қалып қоймады ма? Ол инфекцияның тіпті 1 микрограмма қайталама перитонит тудыруы мүмкін екенін білді. Бірақ толық стерилсіз үмітсіздік жағдайында ол процестің физикасы мүмкіндік бергеннің бәрін жасады.
Ол диффузия принципін пайдаланды. Шифер тіндерден токсиндердің бір бөлігін сорып алуы керек, ал мықты қармақ бау газдардың қысымы астында тілік жиектерін ұстап тұруы тиіс. Қолыма да таң әрқашан кенеттен атады. Терезе сыртындағы қараңғылық сұрғылт жансыз ымыртқа ауысады, онда барактардың сұлбасы тозақтағы көлеңкелердей көрінеді. Таңғы сағат 6:00-де рельсті ұру дыбысы тұруға белгі берілді. Барак жанданды. Адамдар жөтеліп, балағаттап, орауыштарын іздеп, өздерін нардан әрең қозғалтты. Бірақ Седойдың нарысының айналасында өлі кеңістік сақталып тұрды. Ешкім 3 метрден жақын келуге батпады. Арсентьев кетпеді. Ол күтті. Седой есін жиғанда оған қарашықтың реакциясын көру керек болды. Бұл осындай қан жоғалту мен ауырсыну шогынан кейін мидың өміршеңдігіне жасалған соңғы тест еді. Таңғы сағат 7:00 шамасында Седой көзін ашты. Алдымен бұл барактың аласа төбесінде қаңғыған бұлыңғыр, санасыз көзқарас еді. Содан кейін оның көзі Арсентьевке шоғырланды. «Су!» деп сырылдап сыртқа шығарды ол. Хмурый лезде кружканы әкелді. Седой 2 кішкентай ұрттам жасап, ішінің ауырғаннан бетін тыжырайтты. Оның қолы еріксіз тілік орнына қарай созылып, қармақ баудан жасалған дөрекі тігістерге тиді. «Кім?» деп сұрады Седой көзін Хмурыйға аударып. «Профессор, әке, профессор сенің ішіңді ақтарып, ас қасықпен қайта тігіп берді». Фельдшер егеу құйрық сияқты қашып кетті, ал мынау қорықпады. Седой Арсентьевке ұзақ қарады. Зорлық-зомбылық әлемінде ондаған жыл өмір сүрген оның жанарынан түнде адамдық қызығушылыққа ұқсас бірдеңе жылт етті. «Қасықпен дейсің бе?» Седой күлімсіреуге тырысты, бірақ тек ауырсынып жыбырлады. «Жарайды, профессор, егер мен тірі қалсам, бұл қасық жақтауда, рамкада ілулі тұрады, ал сен. Сен енді менің сөзімнің астындасың. Түсіндің бе?» Арсентьев бас изеді. Ол салтанат сезінген жоқ. Ол тек құлаған ағаштай үстіне басып қалған шексіз қорғасынды шаршауды ғана сезінді. Ол орнынан тұрып теңселіп кетті. Хмурый оны шынтағынан демеп құлауға жібермеді. «Бар, ұйықта, Николай Павлович». Хмурый оны алғаш рет аты жөнімен атады. «Сенің ауысымың аяқталды». Арсентьев жүздеген тұтқынның жанары өзін шығарып салып жатқанын сезіп, өз нарысына қарай жүрді. Бұл қорқынышқа, құрметке және түсінбеушілікке толы жанарлар еді. Олар үшін ол бұдан былай саяси құрт емес еді. Ол ең қарапайым заттың көмегімен өлімді өзіне бағындырған адамға айналды. Бірақ ол алда лагер бастығына баратынын білді. Ол өзін жедел бөлімде, оберчаст, тергеу күтіп тұрғанын білді. Әкімшілік баракта олардың хабарсыз қуыс операциясы жасалғанын назардан тыс қалдыра алмайтын. Олар үшін бұл бағынбаушылық актісі, лагер медицинасының беделіне нұқсан келтіру және режимді бұзу болатын. Арсентьев телпегін шешпестен қатты тақтайларына жатты. Оның басында әлі де сол дыбыс жаңғырып тұрды. Вжик, 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 металдың бетонға тигені. Ол өзінің бүкіл өмірі осы 20 минутқа дайындық болғанын ойлады. Мәскеудегі барлық жылдар, майдандағы барлық операциялар, Лубянканың барлық қорлықтары, мұның бәрі қажетті сәтте, қайралған қасық сынығын адамның ішіне тигізгенде қолы дірілдемеу үшін керек болған екен. Ауырсыну физикасы қарапайым, аман қалу физикасы одан да қарапайым еді, бірақ адамдық абырой химиясы бұл тізбектегі ең күрделі элемент болатын. Арсентьев лезде ұйықтап кетті, оның түсіне колыма да қанда кірген жоқ. Оның түсіне құрал саймандары ең жақсы тот баспайтын болаттан жасалған, ал ауасы озон мен үміт иісі аңқыған таза, күн сәулесіне бөлінген операция залы кірді. Түсте оны нарының тіреуіне тиген етік соққысы оятты. Арсентьев, режим бастығына шық, деп айқайлады айдаушы автоматын сілкіп. Арсентьев орнынан тұрды. Телпегіндегі нөмірін түзеп, шығуға бет алды. Ол өзінің хақ екенін білетін адамдарша арқасын тік ұстап жүрді. Оның артында 9-шы барактың түкпірінде Седой баяу өмірге оралып жатты, ал Хмурый қолындағы қан ас қасықты аялай қысып тұрды. Ол бұл металл сынығының енді колыма кен орындарындағы кез келген алтыннан қымбат екенін түсінді. Штабтың жанында оны лагер бастығы, подполковник Кузнецов күтіп тұр еді.
Бұл бет әлпеті граниттен қашалғандай, Құдайға да, шайтанға да сенбейтін, тек алтын өндіру жоспары мен Магаданнан келген бұйрықтарға ғана сенетін адам еді. Оның алдында үстелде кезекші қадағалаушының рапорты жатты. «Айтшы, профессор», деді Кузнецов көзін көтерместен ақырын. «Тұрғын аймақтарда адамдарды боршалай аламын деп қалай шештің? Бұл ату бабы, саботаж және мүшеге зақым келтіру екенін түсінесің бе?» Арсентьев оған сабырмен қарады. «Мен сіздің барактарыңызда тәртіпті қамтамасыз ететін тұтқынның өмірін сақтап қалдым, азамат бастық. Егер ол өлсе, осы аптадағы алтын жоспарын орындай алмас едіңіздер, мұны сіз менен кем білмейсіз». Кузнецов көзін көтерді. Оның жанарында бір сәт ашумен араласқан құрмет жылт етті. Ол Арсентьевтің сөзі растығын білетін. Лагерь күзет пен ұрылар заңы арасындағы нәзік тепе-теңдікте тұрды. Седойдың өлімі бұл тепе-теңдікті талқандап, колыма өлшемдерімен де сұмдық тозаққа айналдырар еді. «Құралдар қайдан?» деп сұрады Кузнецов, рапортқа иек қағып. «Ас қасық», деп жауап берді Арсентьев. «Және бетонеден. Егер менде скальпель болса, мен мұны таза жасар едім, бірақ менде тек қасық болды». Кузнецов саусақтарымен үстелді тықылдатып ұзақ үндемей отырды. Содан кейін селектор түймесін басты. «Маған Седойды әкеліңдер». «Әйтсе де, ол жатыр ғой». «Онда былай. Арсентьевті сам бөлімге. Камераға емес, дәрігер ретінде. Ресми түрде. Бүгіннен бастап ол лагердің хирургия бөлімінің меңгерушісі. Құрал-саймандар ныздан, запастан берілсін. Егер мен тағы да қасықтар туралы еститін болсам, екеуіңді де шірітемін». Арсентьев кабинеттен шықты. Жел оның бетіне соқты, түйіршік қар терісін қарыды, бірақ ол жеңістің оғаш дәмін сезінді. Жүйен емес, жағдайды жеңудің дәмі. Ол алда әлі жылдар бойы мерзімі, суық пен аштық барын білді. Бірақ ол өз қолдарының бұдан бұлай балта сабын емес, скальпель ұстайтынын да білді. Мұның бәрі бір болат қасықтың және металдың, егер оны қайрауға шебердің ерік жігері жетсе, әрқашан иесіне бағынатыны туралы білімнің арқасы еді. 1952 жылы, ас қасық паханның тәнін алғаш реттілген сол түннен тура 5 жыл өткенде, смертный лагері өзгерді. Бірақ ол сырттай өзгерген жоқ. Сол баяғы мұнаралар, сол баяғы овчаркалардың үруі және Колыманың өкпек желі. Ол іштей өзгерді. Осы мұзды тозақтың қақ ортасында тұтқындар Арсентьев аралы деп атайтын жер пайда болды. Бір кездері моргтың алды болған сан бөлім бүкіл қиыр шығыстағы ең үздік хирургиялық клиникалардың біріне айналды. Николай Павлович Арсентьев енді ағаш кеспейтін. Ол Седойдың адамдары тауып берген парашют жібегінен тігілген таза ақ халатпен жүретін. Оның қолдары енді аяздан жарылмайтын, бірақ олар сол бір керемет сезімталдықты сақтап қалды. 5 жыл ішінде оның операция үстелінен гангренасы бар соңғы дахадегалардан бастап, Магаданға ерікті дәрігерлерге ұшқанша, Зек Арсентьевтің пышағының астына жатуды жөн көрген лагер әкімшілігінің жоғары шенділеріне дейін жүздеген адам өтті. Атақты ас қасық бұдан бұлай мақсаты бойынша пайдаланылмады. Ол Арсентьевтің сейфінде барқыт матаға ораулы жатты. Осы жылдар ішінде металл қарайып кеткен, бірақ 15 градус бұрышпен қайралған жиегі әлі де өткір болатын. Бұл гулактың бұйрықтарынан жоғары тұрған биліктің символы, артефакт еді. Отадан кейін тағы 5 жыл өмір сүріп, Колыма королі мәртебесін бір жола бекіткен Седой Арсентьевті тиісуге болмайтын адам етті. Бірде бір қадағалаушы, бірде бір ең арсыз қылмыскер хирургке тіпті қиғаш қарауға батпайтын. Бірақ дәл 52 жылы тағдыр Арсентьевке физика мен анатомия дайындай алмаған соққы беруді ұйғарды. Қыркүйек айында Колымаға Мәскеуден төтенше комиссия келді. Мақсаты қарапайым болатын. Адам ресурстарын пайдалану тиімділігін тексеру және лагерлерді инвентаризациялау. Комиссияны Арсентьев өз жадынан ыстық темірмен күйдіріп өшірген адам, академик Борис Власов басқарып келді. Дәл сол адам 45 жылы өзінің ғылыми дәрменсіздігін жасыру үшін Николайға қарсы іс ұйымдастырған болатын. Арсентьев бұл туралы Хмурый жеткізген жазбадан білді. Хмурый енді жай ғана торпеда емес, ол Арсентьевтің көлеңкесі, оның жеке оққағары әрі әкімшісіне айналған еді. Сенің кіндік әкең ұшып келді, Николай Павлович, деді Хмурый қырылдаған дауыспен жазбаны үстелге қойып.
Сені осында орап жіберген сол академик Власов. Бүгін кешке олар лагерь басқармасында болады. Кузнецов пен спирт ішіп отыр. Арсентьев ішінде бірдеңенің үзіліп кеткенін сезді. 5 жыл бойы ол өзінің нәзік әлемін, қар арасындағы бекінісін тұрғызды. Енді оның өмірін талқандаған адам өз еңбегінің нәтижесін көруге келді. Николай Павлович терезеге жақындады. Шыны сыртында көгілдір ымыртта штабтың шамдары жарқырап тұрды. Онда жылы жерде тоқ отырған сол адамның кесірінен Арсентьев әйелінен, үйінен, атынан және ғалым деп аталу құқығынан айырылған еді. «Не істейміз, профессор?» деп сұрады хмурый қайралған Финка пышағымен ойнап. «Егер керек десең, ол Магаданға дейін ұшпайды. Ұшақ деген нәзік нәрсе, ал тайга үлкен. Бір бұрандасы 35 градусқа босап кетсе, атын да атамай қаласың». Арсентьев ұзақ үндемеді. Саусақтары өз білегіндегі пульсті әдеттегіше тапты. Минутына 72 соққы. Бір қалыпты. «Жоқ, хмурый, біз өлтіруші емеспіз, біз күтеміз. Өмір бұл түзу сызық емес. Бұл белгілі бір қисықтық радиусы бар тұйық қисық. Және өмір шынымен де сол түні тұйықталды». Таңғы сағат 2:00 шамасында лагерь тыныштығын сиренаның дауысы бұзды. Бірақ бұл қашу емес еді. Сам бөлімге зымырап штабтық Виллис келді. Көліктен өңі қашқан лагерь бастығы Кузнецов секіріп түсті. «Арсентьев! Тез! Комиссия! Власов!» Кузнецов сөзді әрең айтып тұрды. Асқазан жарасының тесілуі, прободение. Жайылған перитонит. Ол менің кабинетімдегі кілемнің үстінде өліп жатыр. Арсентьев босағада қолын кеудесіне қойып тұрды. Осы сәтте ол зек емес, ол төреші. Оны операция залына апарыңдар деді ол қысқа қайырып. Власовты зембілмен алып келді. Академик терең шок жағдайында еді. Оның бапталған және бір кездері менмен болған жүзі қорқыныш маскасына айналған. Ол Арсентьевті таныды. Тіпті ауырсыну пердесінің артынан да. Агония тұманының арасынан ол өзін 7 жыл бұрын құртқан адамды таныды. Оның еріндері дірілдеп, сөз айтпақ болды, бірақ оның орнына тек қанды сырыл шықты. Арсентьев тексеруді бастады. Жағдай Седойдың оқиғасының айна қатесіз көшірмес еді, бірақ бір маңызды айырмашылығы бар болатын. Власовта 12 елішектің тесілген жарасы болды. Орган қабырғасындағы үлкен тесік арқылы тұз қышқылы мен банкеттік кешкі астың қалдықтары құрсақ қуысына құйылып жатты. Бұл іштен жасалған химиялық шабуыл еді. Дене қызуы 42, қысымы 80-40. Критикалық белгі. Құралдар. Деп бұйырды Арсентьев. Николай Павлович. Фельдшер 5 жыл бұрын қашып кеткен сол баяғы адам, енді Арсентьевтің қол астында істейтін, бізде қиындық туды. Кеше зарарсыздандыру кезінде автоклав жарылып кетті. Скальпельдер мен қысқыштардың барлық негізгі жинақтары зақымдалған немесе тазалауда. Бізде тек бір жұп мұқалған пинцет пен ине ұстағыш қана бар. Арсентьев Власовқа қарады. Үстелде оның өмірін ұрлаған адам жатты. Енді сол адам тұтқындардың медициналық қамтамасыз етілуіне үнемдеп, лагерге өзі жеткізбеген құрал сайманың жоқтығынан өліп бара жатты. Хмурый деді Арсентьев ақырын. Сейфті әкел. 1 минуттан соң операция үстелінде сол ескі ас қасық, сабы 15 градус бұрышпен қайралған сол қасық жатты. Сен келемеждеп тұрсың ба, профессор? Деп сыбырлады есікте тұрған Кузнецов. Сен академикті, орталық комитет мүшесін ас үй бұйыммен кеспексің бе? Бұл дегенің сотсыз, жергілікті жерде ату ғой. Не мен оны қасықпен оперерлеймін? Арсентьев құралды көтерді, металл көлеңкесіз шамның жарығында жарық етті, немесе оны 10 минуттан кейін осы жерден аяғымен алға қарай шығарыңдар. Таңдаңыз, азамат бастық. Кузнецов қолын бір сілтеді де, есікті тығыз жауып шығып кетті. Ол бұл есіздіктің куәсі болғысы келмеді. Арсентьев Власовқа жақындады. Ол оның бетіне соншалықты жақын еңкейгені сондай, академик хирургтың терісіндегі әрбір тесікті көре алды. 45 жыл есіңде ме, Борис? Деп сыбырлады Арсентьев. Сен медицина бұл саясат дедің, ал мен медицина бұл физика дедім. Қазір кімнің теориясы дұрыс екенін тексереміз.
Сен менің қасығымнан өлесің немесе соның арқасында тірі қаласың. Бұл нағыз жоғарғы әділеттілік. Операция 2:15-те басталды. Арсентьев ешкім көрмеген ашумен және дәлдікпен жұмыс істеді. Бұл жай ғана өмірді сақтау емес, бұл техникалық есеп еді. Ол қасық болатының 5 жыл ішінде ерекше құрылымға ие болғанын білді. Ауамен тұрақты жанасу және сирек спиртпен сүрту бетінде оксидті қабықша түзген, ол жүзді одан әрі тайғақ ете түскен болатын. Тілік. Ауыр жұмыс көрмеген қала тұрғынының кәдімгі терісі қасықтың астында майдай ашылды. Арсентьев анестезия пайдаланған жоқ. Власовтың жүрегі эфир үшін тым әлсіз еді. Ол мұзбен жергілікті мұздатуды және өз жылдамдығын пайдаланды. Қабат-қабаттап ол құрсақ қуысын ашты, ақыр соңында апаттың қайнар көзіне жетті. Жара үлкен еді, диаметрі 2 см шамасында. Одан асқазанның ішіндегісі атқылап жатты. Сорғыш, деп айқайлады Арсентьев. Фельдшер қол пампасын айдай бастады. Лас, ірің және тамақ қалдықтары жарадан кете бастады. Арсентьев жараның айналасындағы тіндердің некроздана бастағанын көрді. Оған жиектерін кесіп алып, ақауды тігу керек болды. Бірақ кәдімгі жіптер қабынған тінді сым ірімшікті кескендей тіліп жіберер еді. Және осы жерде Власовтың өзін қоса алғанда, ешкім күтпеген сол бір аңызға айналған бұрылыс сәті туды. Арсентьев бойын түзеп, Хмуриға қарады. Хмури өткен айда Седойға келген жапон жібегі бар, сәлемдеме есіңде ме? Есімде, профессор. Не боп қалды? Ең жұқа бөлігін әкел. Хмури жібекке жүгіріп кеткенде, Арсентьев кейіннен МХК-ның КГБ жабық оқулықтарына ас қасық әдісі ретінде енетін істі жасап жатты. Ол 12 елішекке жол ашу үшін, бауыр мен өт қабын ұстап тұру үшін қасықтың ойыс бөлігін ретрактор ретінде пайдаланды. Келесі кезекте оқиғаның аяқталуын немесе кейіпкерлердің тағдырына талдау жасауымды қалайсыз ба? Интриг физикасы оған заманауи құралдар дәрменсіз болған жерде тамаша көру мүмкіндігін жасауға мүмкіндік берді. Жібекті әкелді. Арсентьев оны өз қолымен ең жұқа жіптерге талдады. Бұл жіптердің бірегей құрылымы бар еді. Олар қуатты бактерицидтік әсері бар табиғи серицинмен қапталған болатын. Николай Павлович тігуді бастады. Ол әрбір тігіспен жаудың денесіндегі тесікті ғана емес, өз өмірбаяндағы тесікті де тігіп жатқанда еді. Бір сәтте Власовтың жүрегі тоқтап қалды. Арсентьев радиостанция сынықтарынан құрастырған осциллограф түзу сызықты көрсетті. Миокардқа адреналин, деп айқайлады Арсентьев. Адреналин жоқ, таусылды, деп айқайлады фельдшер. Сонда Арсентьев барлық қатысушылардың төбе шашын тік тұрғызатын әрекет жасады. Ол қасықтың сабын алып, онымен Власовтың жүрек тұсынан қатты ұрды. 1, 2, 3 рет. Бұл бұлшықет талшықтарында пьезоэлектрлік эффектінің пайда болуына есептелген дәлме-дәл механикалық соққы еді. Таза соққы физикасы. Жүрек діріл қақты. Экрандағы сызық ирек-ирек болып жүре бастады. Власов оралды. Операция 4 сағатқа созылды. Арсентьев соңғы тігісті салғанда ол соншалықты қажығаннан қолында әлі де қысып тұрған қасығымен ақ кафелде қанды із қалдырып, қабырға бойымен төмен сырғып түсті. Таңертең Власов есін жиды. Ол әлсіз, бірақ тірі еді. Арсентьев палатаға кіргенде академик оған қарады. Бұл жанарда енді жек көрушілік жоқ еді. Онда ас үй бұйымының көмегімен о дүниеден қайтара алатын адамның алдындағы алғашқы хайуанды қорқыныш бар еді. Неге? Деп сыбырлады Власов. Неге менің өлуіме жол бермедің? Қолыңнан келер еді ғой. Бір тілікті басқа жаққа салсаң, ешкім ештеңе дәлелдей алмас еді. Арсентьев кереуеттің шетіне отырды. Ол қасықты шығарып, оны академиктің көз алдында айналдырды. Өйткені, Борис, егер мен сені өлтірсем, мен де сен сияқты болар едім. Мен жүйе мен саясаттың анатомиядан күшті екенін мойындаған болар едім, ал мен хирургпын. Менің міндетім тіпті ол құрылым шіріген болса да, құрылымды сақтау. Оның үстіне менің жеңісімнің тірі куәгері өлген жаудан әлдеқайда пайдалырақ. Бір аптадан кейін Власовты арнайы ұшақпен Мәскеуге алып кетті.
Ұшар алдында ол Кузнецовты шақырып алып, комиссияның ресми бланкісіне ұзақ уақыт бірдеңе жазды. Арсентьев ату жазасын күтті. Ол, Власов күш жинап алған соң, өз масқарасының ізін жасыру үшін оны бір жола жоятынына сенімді еді. Ол 1 апта, 2 апта күтті. Хмурый мен Седой хирургтың тайгаға, ескі діндарларға, староверлерге қашу жоспарын дайындап қойған еді. Бірақ 1952 жылдың қазанында лагерге бұйрық келді. Әділет министрлігінен ерекше пакет. Арсентьевті штабқа шақыртты. Кузнецов оған ішінде қызғаныш пен жеңілдік араласқан оғаш көзқараспен қарады. Ал, профессор, заттарыңды жинай берсең болады. Сенің ісің жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қаралды. Толық ақталу, соттылықты алып тастау, барлық атақтар мен марапаттарды қайтару. Арсентьев өз құлағына өзі сенбей тұрып қалды. Ол бір шикілік бар деп ойлады. Қазір есіктің артынан айдаушылар шығып, оны карцерге алып кетеді деп күтті. Бірақ Кузнецов оған төлқұжаты мен Мәскеуге дейінгі пойыз билетін ұсынды. Власов Сталиннің атына жеке өтініш жазды. Иә десеңші деп түсіндірді лагер бастығы. Ол сенің операцияңды экстремалды жағдайдағы әскери далалық хирургия бойынша бірегей эксперимент ретінде көрсетті. Ол тіпті Арсентьевтің кемеңгерлік кеңестік әдісі туралы мақала дайындап жатыр. Сен енді батырсың, Николай Павлович, ғылым жарығысың. Оқиғаның ұлы әрі ашы бұрылысы осында еді. Жауы оны ризашылықтан емес, қорқақтықпен дақ құмарлықтан құтқарды. Власов өзін зек ас қасықпен құтқарғанын мойындай алмады. Ол талантты тауып, оған мүмкіндік берген адам ретінде даңқтың бір бөлігін өзіне телу үшін мұны ғылыми ерлікке айналдырды. Арсентьев бостандықты өзінің ең үлкен қорлығы жүйенің көзінде ең үлкен жетістігіне айналуының арқасында алды. Аттанар алдында Арсентьев 9-шы бараққа келді. Ол Седоймен қоштасқысы келді. Пахан өз нарысында Колыманың өзі сияқты мәңгілік әрі мызғымас болып отырды. Кетіп барасың ба, профессор? Седой Арсентьевтің қолындағы чемоданға иек қақты. Кетіп барамын, Алексей Иванович, бәрі үшін рахмет. Саған рахмет. Сен бізге тіпті мынадай шұңқырда да, егер адамның қолында құралы болса, адам болып қалуға болатынын көрсеттің. Өз құралы. Арсентьев қалтасына қолын салып, бір түйіншекті шығарды. Бұл сізге. Ол Седойға ас қасықты ұсынды. Бұл осында ескерткіш ретінде немесе ескерту ретінде қалсын. Седой қасықты алып, өткір сабын саусағымен сипап өтті. Жоқ, Николай, мұны өзіңмен ал. Мәскеуде бұл саған қандай қоқыстан шыққаныңды ұмытпау үшін, және саған алтын скальпельдер бергенде қолың дірілдемеу үшін көбірек керек болады. Арсентьев кетіп қалды. 1953 жылдың 5 наурызында радиодан Сталиннің өлімі туралы хабарланғанда Николай Павлович Мәскеудегі жаңа ас үйінде тұрды. Ол академик, институт директоры, аты құрметпен аталатын адам еді. Оның кабинетіндегі қабырғада оқ өтпейтін шыны астындағы қымбат жақтауда оғаш бір зат ілулі тұрды. Кәдімгі болат ас қасық. Келушілер мұны халыққа жақындықтың қандай де бір эксцентрлік символы деп ойлайтын. Тек бір адам ғана шындықты білетін. Бірде 50-ші жылдардың соңында кешкісін Арсентьевтің пәтерінің қоңырауы соғылды. Табалдырықта қымбат пальто киген, бірақ жасыру мүмкін емес жүрісі бар, ауыр, бір аяғын сүйрете басқан егде адам тұрды. Бұл Седой еді. Ол бостандыққа шыққан, амнистия алған. Сәлем, профессор, деді ол бөлмеге өтіп жатып. Қасығың мұқалмады ма екен деп көруге келдім. Олар таң атқанша бір бөтелке коньяк ішіп отырды. Седой Хмурыйдың 54-ші жылы дәрі-дәрмектерді тонағысы келген сукалар, сатқындар, бандасынан сан бөлімді қорғап жүріп қаза тапқанын айтты. Ал Власов ше? Власов 20-шы съезден кейін, оның ғылыми әдістері шарлатандық деп танылған соң, ішкілікке салынып, белгісіздікте қайтыс болған. Ал сен сол операцияның ең басты құпиясы не екенін білесің бе, Николай? Деп сұрады Седой жақтаудағы қасыққа қарап. Не? Сен ол кезде тек оны құтқарып қана қойған жоқсың, сен металдың шыдайтын шыдамайтынын тексердің. Сен сонда Колымада оны бетонға қайрап отырып, басқа ешкім түсінбеген нәрсені түсіндің. Арсентьев жымиып, жақтауға жақындады.
Мен 47 жылғы болады, бұл жай ғана темір мен көміртегінің қорытпасы емес екенін түсіндім. Бұл адамның ерік жігерін есте сақтайтын құрылым. Және егер сен осы металға өз өміріңнің жеткілікті бөлігін салсаң, ол ешқашан алдамайды. Оқиғаның соңғы аккорды осы еді. Николай Арсентьев ұзақ ғұмыр кешті. Ол бір қағидаға негізделген хирургия мектебін құрды. Құрал бұл сенің ойыңның жалғасы. Егер ой өткір болса, құрал маңызды емес. Өмірінің соңына дейін ол әр таң сайын өз ақылының өткірлігін, бір кездері барактың бетон еденінде ас қасықтың өткірлігін тексергендей тексеріп отырды. Және 80-ші жылдары одан қай жетістігіңізді ең маңызды деп санайсыз? Деп сұрағанда, трансплантацияның жаңа әдістерін жасау ма әлде жазылған жүздеген монографиялар ма? Ол жай ғана ескі қарайған қасыққа нұсқады. 1947 жыл деді ол. Калыма бір тілік, 20 минут. Және құтқару физикасының әрқашан шіру химиясынан күштірек екенін түсіну. Өмірдің мәнін сақтап қалу үшін медицинаның барлық ережелерін бұзған адамның хикаясы осылай аяқталды.